Сәлем достар, арнама видеома қош келдіңіздер. Сіздермен болған Тока Айкос, және де бүгін менде кедей отбасының 3-ші бөлімі. Сіздер маған лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше мен сериалымды бастаймын. Мен киімімді ауыстырып алайын. Достармен амандасамын, потом бүгін мен қандай киім кисем болады. Обычно сол киімімізге береміз ау. Жоқ, бұл пижама. Міне осы үйді киімді кие береміз ау. Бізде басқа киім жоқ. Айтпақшы, потом мама маған айтып еді ғой, что бүгін күшті жаңалық айтам деп. Ол қандай жаңалық екен, интересно. Қызым, отыра ғой кәне. Мама, үстел жарқырап тұр ғой. Я, қызым. Бұның бәрі сен үшін ғой. Рахмет. Мен саған бір жаңалық айтам деп едім ғой. Я, айта беріңіз, анашым. Ол қандай жаңалық еді? Біз ит жаңартайын деп жатырмыз. Саған қойыңызшы, біздің үйіміз жаңа бола ма? Наконец-то. Енді қиратылған үйде. Айтпақшы, стеналар таза болып кетіпті ғой, мына жақтардың бәрі. Я, әкең екеуміз оның бәрін реттеп шықтық. Әкең енді арақ ішпеймін деп бір шешімге келді. Айтпақшы, ақшаны қайдан аласыздар, бірақ та Ақша жағын сен уайымдамай-ақ қой, қызым. Оны өзіміз-ақ шешеміз. Сен тамағыңды жеп ал, осы міне жаңалығым. Жақсы болды ғой. Де шопингқа барып өзімізге біраз киім аламыз. Әкең өзгерем дейді. Анашым, тамағыңыз өте дәмді болды. Көп рахмет. Үйді жаңартады деген кезде прям қуанып кеттім ғой. Айтпақшы, стенаны қалай жасадыңыздар сонда? Стенаны қалай жасағанымызды әкеңнен сұрап көр. Қазір әкең ұйықтап жатыр, шаршап қалды. Тұрғаннан кейін сұрайсың ғой. Аха. Сәлем оқырмандарым, қалайсыңдар? Және де сендермен бірге нұрлы достар. Менде бүгін өте күшті жаңалық. Мен оны сіздерге әзірше айтпаймын. Потом бір мәнісі келгенде, яғни ол біткеннен кейін мен айтатын боламын. Күтсеңіздер болды. Ол дейтін енді прям күшті жаңалық. Ертең айтатын боламын. Енді кішкене интрига ұстай тұрайын. Мен интрига ұстағанды енді кішкене жақсы көремін. Ертең полный бәрін айтып беретін боламын. Ал қазір мен ұйықтаймын, себебі ертең сабақ. Сізге таман айтатын боламын. Күтіңіздер, достар. Мен қазір ұйықтаймын. Құрсын жатайын. Әйтпесе кеш болып кетті ғой. Мен ана киім қайда кетіп қалды? Мен жаңа ғана алған сияқты болып едім ғой. Мына шкафты қарайыншы. Құрсын тұрайын. Бүгін менде өте күшті күн. Себебі біз үй жаңартамыз. Наконец-то. Мен көйлегімді киіп алайын. Және де біз шопинг жасаймыз ғой. Жатарға кетім, мына жерде тұрған ба, то есть пижамам. Сумкамды бәрі дайын тұрады, телефонымды алайын. Сағат деген уже жетіп болыпты, норм. Мен тез-ақ дайындаламын ғой. Айтпақшы, анашым неге мен бүгін оятпады? Әшейінде сағат 6:30-дарда оятып алшы еді ғой. Жарайды, ұйықтап жатқан шығар, либо жұмысқа кетіп қалды. Бүгін өте күшті күн. Себебі үйді жаңартамыз. Наконец-то. Бүгін кешке қаратай киген кезде олардың бәрі жоқ болатын шығар, надеюсь. Мен тамақты қалай жасаймын? Мен білмеймін ғой қалай тамақ жасау керек екенін. Мәссаған. Анашым жұмысқа либо ұйықтап жатыр. Бірақ түсте кетеді ғой. Бүгін неғып жасамады екен. Тогда осыны пісіріп жасай салайын. Хотя қолымнан пісіру келеді ғой. Нан мен жей алайын. Мамам осы не береді маған? Мохито да бітіп қалған шығар, наверное. Пісіп қалды. И норм. Осы жаққа қоя тұрайын сумкамды. И нан бар екен ғой. Айтпақшы, нанды да обязательно маған жеу керек. Әйтпесе мектепте дұрыс тамақта жоқ қой. Қарным аш қылады. Сказываю, жей салайық. Кетіппін ғой, жаңа кете жасаушы еді. Жеп алайын. Не деген дәмді.
Мынаның өзі прям дәмді болып тұр ғой. Негізі анам тамағы бұдан да дәмді болушы еді. Достар, мен сіздерге кешейін триггер жасаған жаңалығымды бүгін айтайын деп жатырмын. Ал ендеше бастайын. Біз үйді жаңартамыз, және де ертең шопингке барамыз. Өте қызықты влог болайын деп жатыр. И потом біз қыдыратын болдық, наверное. И мамамның зарплатасы түскеннен кейін біз бәрін жасайтын болдық. Достар, алақай. Менің анам андай бір үлкен жұмыста істейді деп айта аламын. Но тұрып алды документтермен құжаттарын реттеп, және де ол жақтан ақша көп тауып аласың. Сіздер де кірсеңіздер болады, бірақ оған ақшамен кіру керек. Где-то 20 мың 30 мың төлеп кірсең, и потом сен дипломдарың болу керек. Соның арқасында біз кірдік. Қазіргі таңда перемен болып жатыр, ну то есть қоңырау үзіліс болып жатыр. 10 минутқа мен тезірек айтып алайын дегенмін. Лүпіл басып кетіңіз әрине. Көбісі сұрады, айтшы тезірек деп. Және де мен айтып жатырмын. Ой, шәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Айтпақшы, мен алдында артық кетіп қалдым. Мені кешірші, мен атестемедім. Мен мамам, өте сен маманды өрмендегі біз жаққа өрмегіне мен қорқып, шошып кеттім. Мен сондай бар. Жарайды, мен оны баяғыда ұмытып кеткем. Неғып есіме түсірдім, мен саған негізі ренжіген де жоқпын. Мәссаған шын ба не? Тағыда екеміз бүгін мен саған бірдеме алып берейін. Екеміз магазинге кіріп бірдеме алып алайық. Ну, қарсы емеспін, конечно. Алсақ алайық, менде де ақша бар. Конечно же, алайық, я не против. Кісіге кірейін, не болып жатыр екен. Ё-моё, аяқты уже жаңартып тастаған ба? Мәссаған, алақай. Неден күшті аяққа только кілем және де үстел қою керек. Сол кезде вообще күшті болады. Ең аяққа аяқтай, анамна қойса, вообще күшті болады ғой, мәссаған. Мен уже примерно елестетіп тұрмын бұл жерді. Манашым қайда екен, осы жерде ремонттап жатыр ма екен? О, менің қызым келіп. Ғой, папа, ана жақты күшті ремонттап тастапсыздар ғой. Я, қызым, бұл жер өте күшті, бірақ әлі сен комптаңды біткен жоқпыз. Ертең полны бітіреміз, ала бұйырса. Ертең көмекшілер келеді. Бүгін просто өзіміз жасап бітіре алмай қалдық. Мәссаған, алақай. Өте қатты қуаныштымын. Әке, өте күшті болды. Үй деген прям жарқырап әдемі болып тұр ғой. Бұрынғысынан да күшті болды ғой. Ас бөлме деген. Я, қызым, үйді жаңартайын деп шештім. Ертең қонақ шақырамыз, мына істейміз бұйырса. Бәрін істеп үлгереміз. Әлі талай жетістікке жетеміз, қызым. Я, қызым, біз талай жетістікке жетеміз. Я, қызым, бұл жер өте күшті, бірақ әлі сен комптаңды біткен жоқпыз. Ертең полны бітіреміз, ала бұйырса. Ертең көмекшілер келеді. Бүгін просто өзіміз жасап бітіре алмай қалдық. Біз сонда бұрынғы кедей отбасы емеспіз ба? Конечно, қызым, неғып кедей деп тұрсың, енді кедей деп атаушы болма. Біз ортаншы баймыз. Яғни орташа баймыз десек те болады. Я, қызым, кедей деп айтушы болма бізге, біз енді баймыз. Мәссаған, Аллаға шүкір, осындай күнге де жеттік ау. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Тока Айкос. Всем пока-пока.